бір жылдығымызды қорытындылай келетін болсақ, балалар экотехно орталығында 1740 бала білім алды. Алдағы таңда осы жазғы лагеріміз ашылды, 4 маусымға бөлінеді. Әрбір маусымда балалар саны күнге артуда, балаларға өте ұнайды. Мен эколагер әлеміне келгеніне өте қуаныштымын. Мен осы лагерде 2 сезон бойы демалып жатырмын. Осы лагерде қызықты әрі көңілді. Маған экоцентр өте жақсы ұнайды. Мне очень нравится в этом лагере. Я хожу сюда уже 4-й сезон. Педагоги для нас проводят очень классные мероприятия, такие как вечеринка цветов, джинсовая вечеринка. Также мы недавно ходили в турпоход. Нас обучали, как ставить палатку, разжигать костер и что делать в экстренных ситуациях. Я работаю на 2-м сезоне в трудовом отряде. Мне очень нравится эта работа, и мне приятно осознавать то, что я приношу пользу своему городу. Ежегодно для учащихся школ Аксусского региона организуются трудовые отряды, что дает возможность детям заработать в летний период. И в этом году также созданы трудовые отряды по благоустройству и озеленению города. Менің лагерім маған қатты ұнады. Биыл біз Павлодар қаласына саяхатқа бардық. Ол жақ өте қызықты екен. Және де эко-центр орталығына бардық. Ол жақта білімді балалар көп екен. Маған лагердің тамағы қатты ұнайды. Маған домбыраға баруға өте ұнайды. Мен болашақта атақты домбырашы болғым келеді.